Оқжетпес туралы аңыз. Бурабайда Оқжетпес деген батыр өмір сүріпті. Ол күн санап емес, сағат санап өседі. 10 жасында бойының ұзын болып өскендігі сонша, құрдастарының көкке атқан жебесі оның кеудесіне де жетпейді екен. Сондықтан жұрт оны Оқжетпес деп атап кетеді. Бойы қандай биік болса, күш қайраты да сондай жойқын болады. Ат пен түйе Оқжетпестің өзі мен қару-жарағын көтере алмайды. Сондықтан ол алып пілге мініп жүреді екен. Жау бейбіт халыққа құдды аш қасқырдай анталап маза бермейді. Оқжетпес олармен шайқасып, дұшпандарды әрқашан жеңіп отырған. Кезекті шапқыншылық кезінде жаудың көп болғандығы сонша, тіпті оларды санау мүмкін емес еді. Оқжетпес бірнеше күн тынымсыз айқасса да, жау сарбаздарының қатары азаймайды, қайта көбейе береді. Мерт болған 2-3-еудің орнына 4-5-еуі пайда болып жатады. Сонда да Оқжетпес жауды жеңеді. Содан кейін батыр Күміс көлдің жағасына отырып, сауытын ағытып, киімдерін шешеді. Бұл көлдің суы шипалы болатын. Батырлар шайқастардан кейін көлге келіп, шипалы суға түсіп, жарақаттарын емдейтін болған. Алып батыр шомылғаннан кейін тынығайын деп, қарағайлар арасындағы шалғынға жантайып, алаңсыз ұйықтап кетеді. Бірнеше күн өткен соң жау Оқжетпеспен қайтадан шайқасқа шығады. Бұл жолы жау бұрынғыдан 5 есе көп еді. Оқжетпестің аяғы тасқа сүрініп кетіп, жерге құлайды. Сол кезде жау құмырсқадай жабылып, оны байлап тастайды. Оқжетпес бар даусымен аспанға қарап, «Уа құдіретті көк тәңірі, мені жауыма қор еті көрме, одан да мені тасқа айналдырсаңшы» деп айғай салады. Сол кезде күн күркіреп, лезде жаңбыр жауып, Оқжетпес шыңға айналып кетеді. Піл де шыңға келіп, төбесіне шығып жатады да, ол да тасқа айналып кетеді.